Саламатсыздар ма, менің құрметті көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен жақсы дұғалармен бөліскелі отырмын. Адам болғаннан кейін өмірде неше түрлі жағдайларда жүреміз, қиналыста жүреміз, қуанышта жүреміз, уайымда жүреміз дегендей. Сондай кездерде қандай дұға оқу керек екенін сіздермен бөліскім келіп отыр. Мысалға, мен өзім айтып жүретін дұғаларымның бірі мынау ризық сұрау дұғасы. Яғни Алла мені кешіре көр, маған рахмет ете көр, мені тура жолға бастай көр, мені өз оңдап маған есендік бер, маған ризық несібе бер, әрі мені жоғары дәрежеге көтер деп Алладан дұға сұрайтын боламын. Яғни бұның дұғасы Аллахумма хфирли вархамни вахдини важбурни вахфини варзуқни варфани. Мұны осылай оқи бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Осыны күніне 100 мәрте даже, одан да көбірек айтсаңыздар да болады. Және мен таң намазында сүннетін мен парызын орындап болғаннан кейін күніге отырып Алладан зікір айтып отыратын зікірлерінің біреуі ол таң намазынан кейін, мысалы, сіздің өзіңіздің қандай күнәңіз болса да, теңіздің көбігіндей де күнәңіз болса да, Алла сол осы зікірді айтатын болсаңыз, сізді кешіретін болады. Ол ла илляха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку лахул хамду ала кулли шайин қадир. Яғни бұның қазақша мағынасы жалғыз серігі жоқ болған Алладан басқа құлшылыққа ие Құдай жоқ. Оған барлық мүлік және мақтаулар тән. Ол әрі нәрсеге құдіретті. Міне осылай Алладан күніне 100 мәрте дұға сұрауға болады. Яғни сіздің бір қандай да бір пенде болғаннан кейін күнәсіз жүрмейміз, біреулерге қатты сөйлеп қаламыз, біреулердің сыртынан ғайбат айтып қалуымыз мүмкін байқамай. Сондай кездерде Алладан кешірім сұрап, осындай зікірлерді айтып отыратын болсаңыздар, теңіздің көбігінде де өзіңіздің күнәңіз болса, Алла кешіреді деген бар. Мына бұны мен күніне таң намазынан кейін айтып жүретін зікірлерімнің біреуі. Бұны мен 100 реттен айтып отырамын. Бұдан да көбірек айтсаңыз да болады. Және де бұдан да бөлек зікірлер бар. Мен сіздерге қазір соны жалғастырып айтатын боламын. Және де бір аяқ астынан бір уайымдап, қорқып қалатын болсаңыз, бір жақсы зікірлердің біреуі. Осы зікірді мен кезінде Қалила деген үлкен бір әжеміз бар болатын, өкіл әжеміз. Ол кісі бата беретін, өмір бақи кимешекпен жүретін, аса таяқпен жүретін әжеміз болатын. Ол кісі бақилық болып кетті, өмірден өтіп кетті. Сол кісінің маған айтып үйрететін зікірінің бірі осы етін. Егер жүрегіңіз қандай да бір қобалжып уайым болатын болса, хасбуналлах ва ниъмал уәкилді күніне 100 рет болсын, мейлі өзіңіз қанша айтқыңыз келеді, сонша айтсаңыз болады. Егер бұны айтатын болсаңыз, бірден сразу жүрегіңіздегі үрей, қорқыныш бірден басылып қалады. Бұның қазақша мағынасы бізге Алла жеткілікті. Ол керемет қорғаушы деген мағынаны білдіреді. Міне осыны жүрегіңізде уайым болса, айтып жүрсеңіздер болады. Және де бұдан бөлек Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуға болады. Бұл салауатты вот деп айтады. Яғни бұны 41 рет оқитын болсаңыз, кез келген дұғаңыз қабыл болады. Бұның арабша түрін оқысаңыздар болады. Интернеттен алыңыздар, көшіріп алыңыздар, сөйтіп күніне 41 реттен оқып жүріңіздер. Мен сіздерге қазір қазақша мағынасын айтып берейін. Алла біздің қожамыз Мұхаммедке кәміл салауат пен ең әдемі сәлемді жолда. Соның себебімен қиындықтар шешімін табады. Мұң қайғылар кетеді, қажеттер өтеледі, армандар орындалады, игі істер соңына жетеді. Аса мейірімді Алланың қалауымен жаңбыр жауады. Сондай-ақ әр сәтте және әр демде өзіңе мәлім сан мөлшерінде оның жанұясы мен сахабаларына да мейірім мен тыныштықты нәсіп ете көр деген сұраймыз. Және де Жүніс пайғамбарымыздың жасаған дұғасы бар. Ла илляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Мағынасы: сенен басқа тәңір жоқ, сенен кемшілік атаулыдан пәктеймін. Расында мен өз-өзіме зұлымдық етушілерден болдым деген. Осыны да салауаттан кейін барып айтыңыздар да өзіңіздің дұға тілектеріңізді тілеңіздер. Сонда міндетті түрде дұғаңыз қабыл болады.
Алланың тура жолында жүріп зікір жасап отқан адамдарды мен ең бақытты адамдардың қатарына қосамын, себебі олармен бірге Алла. Егер аузында Алласы бар адамдың Алла қорғаушысы бар деген сөз. Достар, мен қазір енді оразада отырып, кішкене сөзім әлсіз болса, оған мән бермей қойыңыздар. Ең бастысы осы зікірлерді айтып жүріңіздер. Бұл зікірлер сіздердің барлықтарыңызға және бізге бәрімізге керекті зікірлер. Ал енді оразаларыңыз қабыл болсын, жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын, өмірлеріңіз жарқын болсын. Егер осы видео сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басыңыздар, және де подписка жасап қойыңыздар, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен әлі де көптеген зікірлермен бөлісетін боламын.